Қайырлы күн баршаға. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенттері челленджді қабылдайды. Аса қымбатты достарым, қымбатты шәкірттер, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультеті ұстаздары мен шәкірттерінің белгілі ақын Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, көптеген орден медальдардың иегері, бұл күндері 75 жасқа, мерейлі жасқа толып отырған Хабибе Есенқара қызының мерейтойына орай арнайы дайындап жіберген шын жүректен қуана қарсы аламыз. Жалпы Хабибе Есенқара қызы қасиетті Қара Шаңырақ ұлысының ұйытқысы оңтүстік өлкесіндегі ұстаздардың ұстаханасы саналатын қазіргі таңдағы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің түлегі. 1972 жылы бітірген біздің талантты түлегіміз оңтүстік өлкесіне саналы ғұмырын арнаған ақын әрі қайраткер тұлға. Мен айтар едім, ақын Хабибе Есенқара қызы біздің университетті бітіргеннен кейін осы оңтүстік өлкесіндегі үлкен салаларда еңбек етті. Бір кездері оңтүстіктің мәдениет саласын және 20 ғасырдың тәуелсіздік алғаннан кейін 20 ғасырдың тоғысында біздің республикамыздағы тұңғыш саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алатын музейдің директоры болып тағайындалды. Міне осындай үлкен мектептен өткен қайраткер ақын Хабибе Есенқара қызы 20 ғасырдың басында біздің оңтүстік өлкесінде, соның ішінде Ташкентте, Шымкентте жарық көрген Шолпан журналы мен Ақжол газеттерін қайта жаңғыртып дүниеге алып келді. Сонау кеңестік қоғамның қасіретті кезеңінде Үшкілтай Сұлтанбердина апамыз салған сара жолда арман қарай жалғастырып, осындай тамаша газет журналдардың қайта дүниеге келуіне үлкен үлес қосты. Сондықтан біз қуаныштымыз. Және күні ертең Хабибе Есенқара қызының 75 жасқа толуына орай арнайы ұйымдастырылып отырған ұлт аманатын арқалаған Ақжол және Хабибе Есенқара қызы деген тақырыпта өтетін үлкен ғылыми конференциямыздың да осы тақырыпты таңдауы жай емес. Сондықтан 20 ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің аманатын арқалап күрескен, сол жолда мерт болған тұлғалардың рухын жаңғыртып, осы газеттің 25 томдығын шығаруы үлкен ерлік. Сондықтан біз өзіміздің университетіміздің түлегі, ақын, ақиық ақын Хабибе Есенқара қызын мақтан тұтамыз. Және ертеңгі конференцияда Хабибе танудың жаңа бір қырларын, ғылыми әлемін, поэзиядағы өзіндегі орнын айқындау үшін біздің оқытушы профессорлар құрамымыз және шәкірттер шын мәнінде үлкен ғылыми еңбектер жасайды деп күтіп отырмыз. Сондықтан мен Әл-Фараби университетінің ұстаздары, студенттері ұсынған челленджді шын жүректен қарсы аламыз. Біздің шәкірттеріміз де Хабибе Есенқара қызының шығармашылықтарын арман қарай жалғастырып, басқа оқу орындарында жалғастыруға үлес қосамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сезедішім, мені аса ұнатпайсың. Жебемейсің немесе құлатпайсың. Жетіден боп кеудемнен қашасыңда, жеті көл боп қайтадан тұрақтайсың. Бұл бақыттың қол жеткен мәні бар ма? Көнбіс көңіл қуанар қамығарда, үміт шібін өздіріп түңілдіріп, жән өзіңдей жалғар жан табылар ма? Қимылды артық, сөзді артық бізге мынау. Жақтырмаудан жеңілдеу мұзғағылау. Қызығы мол ортаны серпіп тастап, сұп-суық қып өзіңді іздедім-ау. Мен өзіңе бір сезім теледі шын. Ұнатпау да ұнату сеніңсің. Ашы шындық дәмдірек жалғандықтан, күлгірсіме өтінем көңіл үшін. Сезедішім, мені аса ұнатпайсың. Жебемейсің немесе құлатпайсың. Жетіден боп кеудемнен қашасыңда, жеті көл боп қайтадан тұрақтайсың. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай.
менің бір мінезім бар. Ақша бұлтын ақ аспан ақтарғанда, қанат шайып ұшатын тәтті арманға. Кемістігін айтпайтын өзгенің бар, өзге түгіл өзімнің жүрегімнің лүпілінен қорқатын кездерім бар. Кірпігімді түсіріп танысқанға ұяңданып кететін кездерім бар. Назарымды аударып алыстарға қиялданып кететін кездерім бар. Жүр ғой талай жарқылдақ дос осында, олар жайлы сырым бар айта алмайтын шай көйлекті қыздардың тасасында. Кездерім бар ешкімге байқалмайтын. Кездерім бар арғымақтай алқынып алыстарға, тұнжыраған түндерде жоласатын арыстанның айбынды аузындағы. Кездерім бар асына таласатын. Білмеймін, әлде кімге ұнаймын ба, білмеймін, сол биіктен құлаймын ба. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдарлы едің. Нури камал, камалыма күндей ашық жанарың ай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жау таңдадым, қабағыңа ай қарағым ай. Нури камал, камалыма. Өзбек әлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті филология факультетінің студенттері челленджді Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің филология факультеті студенттеріне жолдайды.